Нағима Сауытова телеарнаға кездейсоқ келген. 2014 жылы Қызылжар арнасына алғаш келген күнін әлі күнге дейін ұмытпаған. Жарық шамдар, толқу, қобалжудан дірілдеген қолдар. Айтуынша алғашқыда сезім мен эмоция өте көп болған. Ымдау тілі тек қолмен ғана емес, бет әлпетпен, қимыл ишарамен жеткізілетін әсерлі тіл. Уақыт өте келе Нағима бұл саланың қыр-сырын меңгеріп, сенімділік пен шеберлікке ие болды. Язык жестов. Мен үшін сурда тіл жай ғана аударма құралы емес, бұл екі әлемді байланыстыратын көпір іспетті. Әр эфирде мен тек ақпаратты ғана емес, эмоциямен мәнді жеткізуге тырысам. Естімейтін жандарда елден не болып жатқанын хабардар болып, өздерін қоғамның толыққанды мүшесі сезінгенін қалаймын. Бұл менің кәсіби әрі адами миссиям. Нағиманың алғашқы күндерінен бастап оның жұмысын Қызылжар телеарнасының бас режиссері Ирина Купина қадағалап келген. Ол Нағиманың көз алдында нағыз кәсіби маманға айналғанын айтады. Это был 14 год. Бұл 2014 жыл болатын. Уақыт талап еді. Есту қабілеті нашар жандарда бізді ести алу керек болды. Сол кезде сурд аударма мәселесі көтерілді. Сол уақытта ұжымға Нағима келді. Өзі көрікті, ақылды, білімді, мейірімді. Бастапқыда қиындықтар болады деп ойлаймын. Әрине алғаш рет қой. Бірақ ол кадрда өте сенімді көрінді. Барлығын оңай егеріп әкетті. Сөйтіп алғашқы эфиріміз бірден Нағимамен бірге шықты. Нағима телеарнаға келмес бұрын 2005 жылы есту қабілеті нашар балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернатында жұмыс істей бастаған. Бүгінде сол білім ордасында қызмет атқарады. Ишара тілін әліпбиден бастап балалармен бірге үйренді. Я изначально сказала, что было сложно. Басында өте қиын болды. Қатты күйзеліспен толқу болды. Дегенмен шабытта болды. Қазір болса есту қабілеті нашар жандарға ақпарат жеткізуден шексіз ләззат алам. Бұл істің өзіне тән ерекше миссиясы бар. Нағиманың айтуынша, есту қабілеті шектеулі жандарға өзекті ақпаратты қолжетімді ету бұл еститін мемлекет қағидатының нақты көрінісі. Әсем Әкімқызы, Адиля Кушекова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.